Сәлем достар. Бүгін біз мастер классымыздың алғашқы сабағын бастаймыз. Біз басында көрсетіп өтілгендей құрақ көрпеше тігетін боламыз. Ең бірінші сабағымызда біз құрақты тігеміз. Құрақтың қалай құралу жолын көрсетіп өтемін. Осыны құрап шығамыз. Ол үшін бізге ақшыт мата керек. Мен уақытты алмау үшін осылай 24 ұзындығы 24, ені 24 сантиметр қиып алдым. Одан кейін мындай билюр мата керек бізге, ақ мата керек. Одан кейін мындай өзіңіздің қалаған түсіңізде алып тіксеңіздер де болады. Мен осындай бордовый цвет алдым. Одан кейін бұрышына, одан кейін ортасындағы бұрышына мынандай диск мата керек. Мен алдын ала дайындап алдым, флизелин жабыстырып. Флизелинді диск матаның ұзындығына флизелиннің енін жабыстырамыз. Өйткені бұл диск мата өте жұқа мата болғандықтан флизелин мата жабыстырып алдық. Мына жер кішкене ашылып кетіпті. Бұның екі түрі болады. Бұл диск матаның оригинал түрі болады. Оригинал түрі енін ұзындығынан былай тартқан кезде мата былай сөтіліп кетпейді, кәдімгі капрон колготкилер сияқты сөтіліп кетпейді. Екі жағынан да тартып көрсетемін. Ал бұның екінші түрі бар. Жаңағыда бүйтіп тартқан кезде осылай бүйтіп сөтініп кетеді. Сол үшін өздеріңіз барып алғандарыңыз дұрыс. Бірінші. Енді сабағымызды бастаймыз. Астына қоятын матамыз, қалаған матаңызды алсаңыздар болады. Мен ақ шыт мата алдым. Қалаған мата болғанда ең бастысы қатты осындай трикотаж болмау керек. Ең бірінші осылай сызып алсаңыздар болады. Себебі мына матаны бүйтіп қойған кезде мына бұрыштары, мына сызықтарға келу керек. Диагоналын тауып алу үшін сызып аламыз. Осылай сызғышпенен сызып аламыз. Одан кейін бұл 24-те 24 дедік. Енді диск матаны бұрышына қалай сызып аламыз, соны көрсетемін. Ең бірінші ручка, одан кейін сызғыш қолданамын. Бұл бұрышына қоятын матамызды 5-5 сантиметр өлшеп аламыз. Енін 5 сантиметр, ұзындығын 5 сантиметр. Осылай сызғышпенен өлшеп аламыз. Міне осылай бәрін қиып аламыз. Енді бесте 5 қылып сызып алдық қой мына. Енді мына бұрышын, мына ортасындағы бұрышын 4-4 қылып сызып аламыз. 4-4 қылып сызып қиып аламыз. 4 бұрышын сызып қиып аламыз. Енді мынандай ленталар қиямыз. Лента қию үшін осындай матаға
сызғышты қойып сызып алсаңыздар болады. Матаның ұзындығына осылай қоямыз. Мына ұзындығы, мынау еніне қоймаймыз. Ені созылушы болып келеді. Тартқан кезде неге. Ал ұзындығы былай тартқан кезде созылмайды. Сол үшін ұзындығына қоямыз. Менің сызғышымның ені 2,70, 2,83 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Осылай бүйтіп өлшеп отырғаннан көрі осылай бірден сызғышпен сызып кеткендеріңіз өте ыңғайлы. Мына ақ матаға да осылай сызып аламыз. Кейін қиып аламыз. Ақ мата қиып алдым. Алдын ала қиып қойғаным. Енді құрақтың тігуді бастаймыз. Ол үшін ақ мата, ақшық мата, диск матасы бұрышына, ортасына, сосын осындай құрақ құрап бастаймыз.